Масқара, 2 жыл жуылмаған жапқыштың кірін көргендер не деген салақтық дейтін шығар иә. Бірақ мүлде олай емес. Бұл біздің жалдамалы пәтер. Жақында ғана көшіп келгенбіз. Сонша уақыт бұл жақта мүлде адам тұрмапты. Алғашында мына шторды көріп, лақтырып тастасам ба екем, жаңасын алып қойсам ба екем деп ойладым да, бірақ біреудің үйі ғой, не істеймін, жаңасын алып, лучше өзім үйіме алайын деп, күнделікті осы өзімнің қолданып жүрген таза порошогыммен неге жуып көрмеске дедім. Бұны мен ыдысты да, киімді де барлығын жуып аппақ қылып жүрген болатынмын. Енді осы 2 жыл жуылмаған штордың да кірін кетіретін шығар деп ойладым. Осылай барлық залдың да осылай жапқышы қап-қара болып кеткен барлығын алып, осылай табаққа салып, үстінен ыстық суды құйып, таза порошогінен салып жібердім. Ал қараңыздар, кірі не деген қап-қара болып шықты ғой. Ал енді кірлеп кеткен майлықты да осы тазаның кір сабынымен жуып көрсетейін дедім сіздерге. Қараңыздар, қалай аппақ қылып бірде-бір кірін қалдырмай керемет қылып шығарды ғой. Сіздерге де дәл осы таза порошогын алуға кеңес беремін. Барлық заттарыңызды айнадай жылтыратады екен.